Сәлем балақай. Әдеттегідей сені каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер Б әріпіне берілген 50-ші сабақпен танысатын боламыз. Ол жақта берілген тапсырмаларды бірге орындаймыз. Алдымен сен каналға тіркел, осы сабаққа лайк қалдыруды ұмытпа. Кәне, оқулығымызға қарайтын болсақ, бірінші оқуға сөздер берілген. Оқып алайық. Қарайтын болсақ, ба деген буын берілген. Қа және лық деген буын берілген. Енді біздер осыларды біріктіріп оқуымыз қажет. Ба, қа, ба, лық. Келесі. Арба, дорба, шыбын, шыбық, қарбыз, қобыз, қабақ, табақ. Үйден бұл сөздерді оқып жаттық. Келесі, бұл жерде заттың суреттері берілген. Бұл жеміс жидек көкөністер екен. Енді бұларды біздер атауларын оқиық. Бірінші тұрған бұл борыш. Келесі тұрған қарбыз. Үшінші тұрған бұл асқабақ. Асқабақ екен. Келесі астында тапсырма берілген. Оқуға тапсырма берілген. Кәне, екі қатарда сөздер бөлініп берген. Біздер осыны сәйкестендіріп, екі сөзден тұратын сөйлем құрастыруымыз қажет. Шұбат, бұзау, бесеу, бер деген сөздер берілген. Шұбат, бер болады, я? Келесі бұзау, бесеу деген сөйлемдер құрастыруға болады. Келесі, үш сөзден тұратын лепті сөйлем. Біздің алдыңғы сөйлеміміз хабарлы сөйлем болатын болса, бұл лепті сөйлем. Кәне, болат, батыл, бол деген сөйлем шығады. Болат, дұрыс, оқы. Үш сөзден тұратын осындай лепті сөйлемдер құрастырдық. Келесі астындағы тапсырмада онда бұрыш та асқабақта бар, бақшада қарбыз бар. Бұл жердегі берілген екі сөйлемнің орны ауысқан. Біздер екі сөйлемнен тұратын мәтін құрастыруымыз қажетпіз. Бірінші сөйлем бұл бақшада қарбыз бар. Екінші сөйлем онда бұрыш та асқабақта бар. Осындай екі сөйлемнен тұратын мәтін екен. Келесі балақай, бақ деген сөз берілген. Енді осыдан біздер сөз құрастыруымыз қажет. Бірінші бақа. Келесі қандай сөз болуы мүмкін? Баба. Одан кейін бақ. Тағы да қандай сөздер құрастыруға болады? Ақ. Ақ деген сөз құрастыруға болады, я? Әрі қарай бұны жалғастыра беруге болады. Мысалға, келесі қабақ деген сөз шығады, я? Қабақ. Тағы да жалғастыра берсең болады. Енді оқулықтың астында батыл бол, арба, бесеу деген сөйлемдер берілген. Бұны дәптерімізге әдемі, қатесіз көшіріп жазуымыз қажет. Балақай, осымен Б әрпіне берілген тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалардың барлығы түсінікті және оңай болды деген ойдамын. Келесі сабақта сені күтетін боламын. Сау бол.